Жан Серхатқа хабарласып, қонақ үйге тезірек кел, бухгалтериядағы Әлиби компанияның ақшасын жымқырып кетіпті дейді. Зейнеп Хаялдың көңіл күйі болмай тұрғанын байқап, саған бірдеңе болды ма дейді. Хаял, анама хабарласқан едім, бірақ ол жауап бермейді. Бұрын ондайы болмаған дейді. Илкемнің апатынан кейін ойын жинақтап жүрген шығар. Жаман ештеңе болған жоқ шығар, соны уайымдап жүрмін дейді. Зейнеп, әрине бәрі жақсы, бірден жаман нәрсе ойлап, уайымға салма дейді. Бирактың анасы бөлімшеге келіп, Бирак Теджер жоғалып кетті деп арыз тастайды. Комиссар, ол бұрын осылай істеп пе еді? Бір жаққа жалғыз кетіп қалған кездері болды ма дейді. Анасы, жоқ, ол ауырып жатқан қызын тастап кете алмайды. Ол мен сияқты мінсіз ана дейді. Комиссар, қызыңыздың тегі құжат бойынша Бирак Көксал, тұрмысқа шыққан екен. Күйеуінің аты Тибет Көксал. Қазір ол жол апаты ісі бойынша іздестірілуде жүр дейді. Анасы қалайша деп таңғалады. Серхат кеңсеге келіп, маған барлығын түсіндіріп беріңдер дейді. Пелин, Әлиби мырзаның кейбір есептері маған күмәнді көрінді. Сенімді болу үшін мен оны тереңірек тексеруді шештім. Өкінішке қарай, ол ірі көлемдегі ақшаны өзіне аударып алған екен дейді. Серхат сенбей, бұлай болуы мүмкін емес дейді. Пелин Серхатқа, міне дәлел. Ақша шетелдегі жалған компанияның шотына аударылған. Ал одан кейін сол жерден қолма-қол Әлибидің есеп шотына жіберілген дейді. Серхат, Әлиби компанияның қаржысын бұрыннан бақылап келеді. Ол мұны істеуі мүмкін емес дейді. Пелин, мүмкін ол сіздің оған толық сенім артқаныңызды күткен шығар дейді. Осыдан бірнеше күн бұрын Пелин Әлибимен кездесіп, Лондонға билет рәсімдеп қойғанын айтады. Және сол компаниядан ұрланған ақшаға сол жақта алаңсыз өмір сүресің дейді. Бірақ Әлиби келіспей, сен мені қорқытып тұрсың ба дейді. Пелин, бірінші некеден туған қызыңыз бар емес пе, аты Мина. Бір күні ол жоғалып кетуі мүмкін. Сонда сіз оны ешқашан таба алмайсыз деп Пелин Әлибиді қорқытқан болатын. Сол сәтте Седеф келіп, Ниджат беймен сөйлестім, Әлиби Лондонға ұшып кетіпті дейді. Серхат, Әлибиді тауып осында алып келіңдер. Ол өзі мойындамайынша мен оған сенбеймін дейді. Әлиби компания құрылған күннен бері менің жанымда. Ол маған олай жасамайды. Ал егер жасаған болса, оның жауабын өзім берем дейді. Эбруді дәрігерлер отаға дайындайды. Эбру Джиханға хабарласып, сен қайдасың? Қазір мені отаға алып кетеді дейді. Джихан, мен бара алмаймын. Қонақ үйде тағы да жанжал шығып кетті дейді. Азра, маған алғаш рет ота жасалғалы тұр. Мен қорқып тұрмын, өтінем кел дейді. Джихан, қорықпа жаным, саған наркоз береді. Ештеңе сезбей қаласың. Өзіңе келгенде мен жаныңда боламын дейді. Сосын Эбру Зейнепке хабарласып, әпке, мен қатты қорқып тұрмын. Зейнеп, не болды дейді. Эбру, мені қазір отаға алып кетеді. Мен мұнда жалғызбын, маған келе аласың ба дейді. Зейнеп, қандай ота, не боп қалды дейді. Эбру, кеудемді үлкейту отасы дейді. Зейнеп шок болып, неге кеудеңді үлкейткің келді? Қазір барамын дейді. Джихан Пелинға келіп, Әлиби ең адал адамдардың бірі. Ол ондай әрекет жасамайды. Бұл сенің іс-әрекетің бе? Оны Серхаттың алдында алаяқ қылып көрсетіп, оны өлтіріп тастадың ба дейді. Пелин, мен адам өлтіруші емеспін. Мен оған жақсы ұсыныс жасадым, ал ол соны қабылдады дейді. Айтпақшы, логистикалық компаниядан алғашқы тапсырыстар келді. Жігіттер контейнерді тиеп жатыр дейді Пелин. Джихан, бірақ Тибет жоқ қой? Ол Серхаттан тығылып жүр, жақын арада шыға қоймас дейді. Пелин, онда бұл іспен оның әйелі Бирак айналысады дейді. Джихан таңғалып, екеуі қашан үйленіп алған деп ойлайды. Зейнеп Эбруге келіп, Эбру, сіңлім, бұл қандай операция, неге айтпадың дейді. Қалайша кеудемді үлкейтемін деп шештің дейді. Эбру, бұл аяқ астынан болды. Джихан талап етті дейді. Зейнеп ашуланып, сен сонда Джихан үшін ота жасамақсың ба дейді. Эбру жылап Зейнепке, әпке, мен әдемі емес сияқтымын дейді. Зейнеп, жоқ, не айтып тұрсың? Сен әдемісің. Әлемдегі ең сұлу қызсың деп Эбруді жұбатады. Егер бұл отаны өзің қаламасаң, неге мұнда отырсың деп Зейнеп Эбруді алып кетеді. Кешкісін Эбру Джиханға хабарласып, ота жасауға мен әлі дайын емес екенмін, маған уақыт берші дейді. Джиханды Эбруға қарсы шығып, сен менің жүрегімді жараладың, сондықтан маған да уақыт керек дейді. Эбру ақталып, Джихан, мені бұлай жазалама, ота жасау оңай емес қой дейді. Джихан, мен сені жазалап жатқан жоқпын, Эбру. Мен жай ғана жалғыз қалғым келеді. Екеуміздің қарым-қатынасымыз туралы ойланғым келеді дейді. Сол сәтте Зейнеп те үйіне келген болатын. Зейнеп, Джихан бей, сен Эбрудың пластикалық ота жасағанын қаладың ба дейді. Менің сіңлімді ота жасатып өзгертетін сен кімсің дейді. Джихан,
Ebru саған бәрін жеткізіп қойды ма? Не болды? Кенеттен әпке екенің есіңе түсіп қалды ма дейді. Зейнеп, сенің шаруаң болмасын. Біз қанша ұрысып қалсақ та, біз бауырмыз. Мен оны ешкімге ренжіткізбеймін, түсіндің бе? Ebru жалғыз емес, оның ата-анасы, бауырлары бар. Осыны есіңе сақта дейді Зейнеп Джиханға. Зейнеп үйіне келсе, Серхат Зейнепті күтіп отырады. Серхат, сен менің қоңырауларыма жауап бермедің ғой дейді. Зейнеп, телефоным дыбыссыз күйде қалып кеткен, кейін қосамын деп ұмытып кетіппін дейді. Серхат шамалы ашуланған түрмен, ендігі әрі ұмытпа. Мен сенің анаңа қоңырау шалдым, ол ештеңе білмейді екен. Сен қайда болдың дейді Зейнепке. Зейнеп, мен саған есеп беруім керек пе? Бұл сенің шаруаң емес дейді. Серхат Зейнепке, сен менен кек алып отырсың ба дейді. Зейнеп, мен ондай деңгейге түспеймін. Сен мені кінәлап тұрсың. Бірақ өзің жалған екені шынайыға айналдырған сияқтысың ғой дейді. Айтпақшы, Берақтың анасы Берақ жоғалды деп бөлімшеге барып арыз тастаған екен ғой дейді. Сендер сол түні бірге кездестіңдер, ол саған ештеңе айтпады ма дейді. Серхат, жоқ, ештеңе айтқан жоқ дейді. Зейнеп, неге сен таңғалмайсың? Кездескен кезде ол өзін бір түрлі ұстады ма? Ерекше ештеңе байқаған жоқсың ба дейді. Серхат, жоқ, ол өзін әдеттегідей ұстады дейді. Түнде Зейнеп Серхаттың тағы да бір жаққа кетіп бара жатқанын көреді. Серхат тағы да сол күнделікті уақытта Бераққа келеді. Берақ Серхатқа, мен Тибеттің қайда екенін айта алмаймын дейді. Серхат, ол оңбаған Илкемді өлтіре жаздады. Саған ол қызыңнан да артық па дейді. Берақ, жоқ, әрине. Маған қызым бәрінен қымбат, бірақ мен айта алмаймын дейді. Сенің мақсатың қызың үшін Тибеттен кек алу ғой? Бұны енді жасамай-ақ қойсаң да болады дейді. Серхат Берақтың сөзін түсінбей, мұнымен не айтпақсың дейді. Берақ, болды, менің басқа айтар сөзім жоқ. Айтпақшы, Зейнеп сенің түнде маған келіп жүргеніңді біле ме? Ол сені қызғанбай ма дейді. Серхат, Зейнептің не ойлайтынын сен түсіне алмайсың, ол сен сияқты емес дейді. Берақ, егер ол сені қызғанбаса, сүймейді. Түнде сенің қайда кететініңді сұрамаса, демек оған бәрібір ғой дейді. Серхат Берақтан бұл жолы да жауап ала алмайды. Таңертеңгісін Серхаттың жұмысына полициялар келеді. Серхат бей, сіздің бұрынғы әйеліңіз Берақ Көксал жоғалып кетіпті. Оның анасы сіздің араларыңызда жанжал болғанын айтты дейді. Серхат, я, хабарым бар дейді. Сізді бөлімшеге алып кетеміз. Сонда түсініктеме беруіңіз керек дейді. Түләй мен Еркан таңғалып, Берақ ханым қай кезде тұрмысқа шығып үлгерген дейді. Және өзі де күйеуі де жоғалып кетті. Берақ, Тибетке қатысты жағдай түсінікті. Ол Илкемді қақып кетіп полициядан қашып жүр. Еркан, ол полициядан гөрі Серхаттан қатты қорқады дейді. Түләй тағы да, әлгі Клем қайда кетті екен дейді. Сосын үйде бір пышақ та жоғалып кетті. Алдымен Клем, сосын пышақ. Үйде бірдеңе болғаны анық дейді Түләй. Мүмкін Берақ Тибетті сол пышақпен өлтіріп, Клемге орап лақтырып жіберген шығар дейді. Еркан, Берақ ханымның Тибетке шамасы келмейді ғой дейді. Түләй, иә, дұрыс айтасың. Оның қолынан бұл келмейді. Онда біреу оған көмектескен. Бірақ оның кім екенін түсіне алмай тұрмын дейді. Джан Зейнепке хабарласып, Серхат полиция бөлімшесінде дейді. Берақтың жоғалып кеткеніне қатысты тергеуге алып кетті. Қазір мен сонда барамын. Сен де сол жаққа бар дейді Джан Зейнепке.